Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Өрт қауіпсіздігіне байланысты апталық жүріп жатыр. Соға сізге бір-екі сұрақ қойып жіберсек, өрт болған жағдайда не істеу керек? Өрт болған жағдайда терезені жауып, газды жауып, есікті жауып, аузымызды қымтап, далаға шығуымыз керек. 112-ге хабарлау керек. Звондап. Сол басқа айтарым жоқ. Жақсы, рахмет. Өрт шыққан жағдайда қандай номерге қоңырау шалу керек? 112-ге 112-ге звондау керек пе? Жақсы, рахмет. Сау болыңыз. Саламатсыз ба? Өрт қауіпсіздігіне байланысты бізде апталық ұйымдастырылып жатыр. Сізге бір-екі сұрақ қойып жіберсем, өрт болмау үшін қандай сақтық шараларын есте сақтау керек? Саламатсыздар ма? Ең бірінші өрт болмас үшін алдын сақтық шараларды ол ауыл мәселесі бойынша мысалы газ мәселесі бар қазір. Газ мәселесінде ең бірінші ол айналасын қатты қарау керек. Оны жанғыш заттар болмау керек, мәселен сіріңке болсын, тағы да трактор пайдаланатын қағаздар деген сияқты болмау керек. Сол сияқты өзінің газдың жаңа плитасы бар, оның айналасында сондай ешқандай өртке қатысты тез жанатын заттар болмау керек. Мәселен линолеум, трактор немесе оның өзінің жаңағы айтады ғой, по-технике безопасности дейді орысша енді, қазақша енді сақтық шаралары жақсы қорғалу керек. Сол жайында от жайында да солай деп ойлаймын өз басым. Сосын балалардың қол жетпейтін жерде сіріңке деген болмау керек. Балалар қазір оны өздеріңіз білесіздер. Рахмет, тағы бір сұрақ қойып жүрсем, егер де өрт болған жағдайда қандай нөмірге хабарласу керек? Өрт болған жағдайда ең бірінші 112 нөміріне хабарласу керек. Екінші өртке қарсы шаралар қолдану. Мысалы үйдің құдай сақтасын, үйдің ішінде болып жатқан жағдайда есік жабық болса, терезеден шығу қаупі бар мысалы. Іште ең бірінші өзіміздің жаңа бала, шаға, соны құтқару, қолдан келгенше әрі қарай тактикаларға шығуға болады. Қолдан келгенше өрт күшеюге дейінгі заттарды шығуға болады. Егер оған дым момент дейді ғой, мүмкін болмаған жағдайда тек іштен сыртта, мысалы бізде газ бірінші сырт іштен құтылып шығу керек, терезе арқылы болсын, тағы басқа жерлер арқылы болсын. Содан кейін екінші шара ол бізге кетіп тұрған газ бен светті тоқтату керек. Рахмет. Бізде өрт қауіпсіздігіне байланысты апталық ұйымдастырылып жатыр. Соған байланысты сізге бір-екі сұрақ қойып жіберейін. Өрт шыққан жағдайда не істеу керек? Өрт шыққан кезде ең бірінші ешқандай баспау керек, қанталаспау керек. Үйдегі терезелерді ашпау болмайды, машина екіншіден жарықты жағу болмайды, үйде газ болса газды болмайды. 100-200-ге хабарлау керек. Көмекке адам шақыру керек. Жақсы, рахмет, сау болыңыз. Өрт қауіпсіздігіне байланысты бізде апталық сізге бір-екі сұрақ қойып жіберсем жауап бересіздер. Өрт болған жағдайда не істеу керек? Өрт нөміріне хабарласамыз, терезе есіктерін бәрін жауып шығамыз. Жақсы, рахмет. Сау болыңыз.